Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте нәзік, үлпілдек болып пісетін картофельный пюренің рецептісімен бөлісемін. Картоптарымызды тазалап жуып аламыз. Қайнап тұрған суымызға бірнеше бөлшектерге бөліп саламыз. Қайнап тұрған суға салу маңызды. Пюреміз өте дәмді шығатын болады. Бетіне шыққан көбіктерін алып тастаймыз, және картоптарымыз жұмсақ болып піскенше қайнатамыз. Жұмсарып піскен картопларымыздан суын төгіп тастаймыз, алып тастаймыз. Дайын болған картоптарымыздың үстіне ыстықтай сары майымызды, тұзымызды және сүтімізді құйып езіп аламыз. Мен картопқа бір жұмыртқа қосамын. Жұмыртқа шикі болғаны ол ештеңке етпейді. Өйткені картоптарымыз өте ыстық. Біз араластырған кезде ол пісіп кетеді. Мен миксердің көмегімен араластырам, сонда картофельный пюреміз біздің воздушный болып шығады. Және біркелкі езіледі. Осылай мінекей өте әдемі болып, және тез дайын болады. Мен тауық етімен ұсынам. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер. Бұл рецептпен өте нәзік, воздушный болып шығады. Сәндеуіңіз өз еріктеріңізде. Мен осындай ас көктермен сәндедім. Ас болсын, жасап көріңіздер.